Ассаламу алейкум достар. Сіздермен болған мен Хамстер KZ. Бүгінгі видеода мен сіздерге қалай GTA San Andreas ойынын жазуды үйрететін болам. Ең алдымен сіздер Happy Mode деген программаға кіресіздер. Мен оны описаниеге тастап кетем. Сосын аяғына GTA деп жазып, бірінші тұрған GTA San Andreas ойынына кіріп, ең модификацияға кіріп, скачать HPK-ны басасыздар. Міне инициализация бұлдыр. Міне менде нақпит шығып тұрған білмедім. Қазір өткіз. Вот менде реклама бітті. Ё-моё, надоел. Болды. Нақ бейіп қалған түсінбей жатырмын достар. Қазір көреміз. Болды достар, жасалды. Бір бәле айтып отыр, әйтеуір скачать HPK-ны басасыздар, үйістіп шығады сіздерде. И вот нан тартылған күтеміз достар. Міне тез толып отыр ма, жайды. Менде жай толып отыр. Бірақ тез десек те болады. Мені алаңды шыққан мен стопқа қоя тұрам. Достар, болды, менде загрузка бітейін деп қалды. Кішкене қалды. Бұл 2 гигабайт алатын көрінеді. Өшіре салайық. Қазір күтеміз. Вот мені күте тұрамыз. 97% болды. Енді шамалы қалды. Болды достар. 99 100 болды. Үйістіп шығады сосын сіздерде. Сіздер тағы күтесіздер. Болды. Сіздер 1-2 минут күте тұрасыздар. Күтеміз. Достар, сосын сіздерде үйісіп шығады. Загрузка біткен экстрагирование деген шығады. Сіздер соны күтесіздер. Лайк өшіре салайық. Мә қойып қызыл. Күтеміз. Болды. Күте тұрасыздар кішкене. Болды. Қазір бітеді. Міне қазір бітейін деп қалды. Сөйлей беріп аузым ауырып кетті. Қазір стопқа қоя тұрам. Достар, болды, загрузка бітті. Міне настройкиге кіресіздер. Разрешить приложение из этого источника басасыздар. И сосын установитті басасыздар. Тартылады қазір. И готовым басып кетесіздер. Сосын сіздерге машина мод керек болса, оны қалай жасайтын көрсететін болам. Сіздер Android-қа кіріп, OBB, Comrooster Games GTA-ға кіресіздер. Қазір сіздер мына отыр ғой, осын переименовать етесіздер. Мынаны өтірік бір бәле қып жазып қоясыздар. Анау не істелмей үшін мод жазылады сонда. Мен чота анау папка ашылмай қалды. Менде қазір қайттан көретін болам. Достар, мен істеп алдым. Бұна бір жер дұрыс болмай қапты. Сіздер осын басып тұрып, үстінен еще басасыздар. Распаковатты басып, Емот сефті баса, ана іштеген жетпейсіздер. Сосын ішіне кіріп, мынаны басасыздар.
міне бағана сіздер мынаны переименовать еттіңіздер ғой. Сол кеш удалить етілмейді. GTA San Andreas'ты удалить етсеңіздер. Вот міне қараңыздар, кеш тұр орнында. Сіздер сосын зимонаған кіріп, GTA San осын тартасыздар. Установитті басасыздар. Сосын готованы басып, қайтадан Android OBB-ға кіріп, мынаны бағана переименовать етесіз. Сосын болды, сосын ішіндегі OBB-ді zip-қа аударасыз. Міне машина мод жазу үшін өйстіп zip қылып тастайсыздар. Текстіпен басып, извлечьті басасыздар, өйстіп. Вот 595 мегабайт алады. Сіздер ештеңеге қорықпаңыздар. Бұл көп мегабайт алмайды енді. Менде өзімде көп мегабайт алып жатыр. Ішіне кіріп, текстіпен басасыздар. Извлечь, выбрать будет SD карта Android OBB Community Games GTA San. Бағанақ біздің распаковать еткен файлымыздың ішіне сақтап істейміз. Вот міне. Вот сосын мына текстіпені переместить етесіздер. Android Data Community Games GTA San деп шығады. Ол жоқ болса сіздер GTA San Andreas'ке кіресіздер да. Міне бит кірмей тұрады сіздерде естіп. Өйткені сіздер мынандай болған сіздерде. Қараңыздар, мынаны OBB-ға zip-ті өшіріп тастайсыздар. Міне zip-ті өшіреміз. Вот сонда бәрі жасалады. Өйткені бірінші нам переместить етіп, бір жерге переместить етіп аласыздар. Мынаяға переместить ете салайын мен. Күтесіздер, достар. Міне күтеміз. Қазір бітеді. Болды, бітті. Енді переименоватты басып, zip-ті өшіресіздер. Бірінші мынаны өшіріп тастайсыздар. Вот болды. Сонда істелінеді. OBB-ға кіріп, zip қайттан бір GTA San Andreas'ке бір кіріп шығасыздар. Сіздің шығып кетіп, бағана мынаяға отправить етер текстіпені. Сосын переместить басып, Android Data Community Games GTA San Files болды. Вот сайға сақталды. Енді сіздер мынау сайтқа кіресіздер. Liberty City.ru деген. Вот газ. Кіреміз. Вот міне газ кіреміз. Вот міне осындай сайтқа кіресіздер. Сайтқа кіргесін мынаны басасыздар сіздер. Мынаяқта машина таңдайсыздар. Машина тартасыздар, короче, қалағандарыңызды. Менде мынандай машина бар, қазір көрсетем. Бірақ өшіріп тастаппын оны. Бір машина тартып аласыздар. Осы сайттан білетін адамдар болса, білмейтін адамдар болса, YouTube-тан көріңіздер. Мен оған памятім жетпейді телефонымның ары қарай. Сосын күтеміз. Достар, сіздерге айтпақшы ұмытып кетіппін айтарымды. Сіздерге сосын дейтін, сіздерге қандай программа керек еді, ұмытып қалдым. Cleo SA деген керек, сосын GTA IMG Tool деген мінтір. Осындай программа. Сіздер Cleo SA-ға кіріп, installды басасыздар. Install scripts, carspawner, cheats, health gregen, full stats болды. Күтеміз тартылған. Міне тартылды бұл.
Сіздер бұны не істейсіздер? Короче, распаковать етесіздер. Распаковатты басып болды. Мені Тахома деген машина тұр. Сіздер GTA IMG тулға кіріп, Android'ті басып, дата комнатылар кейіміз күтаса, files, тексті бі, GTA 3 имігі, сосын Тахома, мені естіп тұр. Тахома сіздер заменитті басасыздар. Заменитті басып, астыға түсесіздер. Сосын донуатқа түсесіздер. Сосын бағана распаковать еткен Тахома дыф деген басып, выбратты басасыздар да. Сосын болды, сіздерде ол машина мод тартылды. Тағы да сіздер машина тартамай жатсаңыздар, мен короче бір наяқтан бәрі Клео мод мастер деген программаға кіріп, наяқтан машина таңдайсыздар. Клеоға кіресіздер. Сіздер уже Клеоны жазып алдыңыздар, өйткен бағана тартып алдық қой. Сол бағана GTA Клеоса. Мен қазір аламын, наерден Байханы алам. Вот, Байханы аламыз, таңдаймыз. Сізде қазір мен көрсететін боламын. Вот. Күтесіздер, міне вот. Launch и GTA 3 имінгідан алған. Бұны да мен қазір көрсетейін. Оффлайнды басып, новый играны басасыздар. Вот, міне наердегі загрузка жүреді. Сіздер соны күтесіздер, достар. Сосын наяқтан пропуститті баса саласыздар. Міне Клео деп шықты наерде. Сосын сіздер міне төбесін басып, астыға істеп қаласыздар қолдарыңызбен. Сосын осындай бір бәле шығады. Ана Клео содан тартқан, менде бірақ қата береді. Вилетат етіп атыр. Басында сіздерде де вилетат етуі мүмкін. Кейін вилетат етпей қалады. Қазір көрсетеміз. Новый игра бастайсыздар. Вот, міне. Қазір күтейік. Міне Клео Александр деп тұр, сондай бір бәле әйтеуір. Наяғама бір, міне біздің бағанағы машинамыз, мынау. Көрдіңіздер, міне. Жай жүретін жер бірақ. Міне осы, міне Тахома дейтін машина. Өтірік мод сияқты менің ойымша ше, достар. Сіздер карспавынды басып, міне бүйтіп, міне бағанағы сіздердің байқаларыңыз тұр, міне. Вот, міне байқаларыңыз тартылды. Мінеки, көрдіңіздер, өте керемет машина. Сіздерге осы видео ұнады деп ойлаймын. Бірақ әлі видео біткен жоқ. Сіздер тағы мод жазыларыңыз келеді ғой. GTA сындырысты өшіріп тастаңыздар. Инструкцияға кіресіздер. Мынандай жерде бір мынандай болады. Қазір көрсетемін. Бір бәле болып тұрады әйтеуір. Қазір сіздер міне мен өзім көрсете салам. Наерден сіздер машина таңдайсыздар. Бірақ сіздер Клеоға кіресіздер. Сояқта бір мод бар. Мен мысалы осындай мод білем. Өздеріңіз де аласыздар. Мені активация через Клео меню дейді. Меню. Сіздер Клеоны жазып қойдыңыздар. Қазір көретін боламыз. Өтірік ба, шын ба?
қазір көреміз достар. Содан кейін сіздер Геймвагенде жазып аласыздар. Осы жерде міне вот тоқтаңыздар. Мінекей қазір фот міне флей деп тұрады, өйстіп міне модтарыңыз дайын достар. Мод жазылды. Сіздерге осы видео ұнаған деп ойлаймын. Ал ендеше сау саламат болыңыздар.